Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз өте нежный болып шығатын медовик жасаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: сары май, жұмыртқа, ұн, қант, сүт, уксус, бал және де сода. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып араластырамыз. Содан соң үстіне сүтімізді құямыз. Балымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып араластырамыз. Енді осы массамызды водяной баняда ысытамыз. Массамызды ерітіп, қанжылым күйге дейін жеткіземіз, яғни қолымызды батырған кезде күймеуіміз керек. Содамыздың үстіне 1 шай қасық уксус құямыз. Гашенный соданы осы массамыздың үстіне құйып, тез-тез араластырамыз. Осындай көпіршік болу керек. Содан соң оттан аламыз. Осы массамыздың үстіне ұнды аз-аздан салып отырып қамыр жасаймыз. Мінекей осындай қою қаймақ секілді қамыр шығу керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз, яғни біздің қамырымыз қатаю керек. Мен қамырды тоңазытқышта 1 сағаттай ұстадым. Егер де сізге қаттырақ қамырмен жұмыс істеген ыңғайлы болса, онда тағы да 1-2 сағат күтсеңіз болады. Қамырымызды теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Егер де қамырыңыз тым жұмсақ болып жатса, үстіне ұн сеуіп жүрсеңіз болады. Бетіне 2-ші пергаментті жауып оқтаумен сатын болсаңыз, қамырыңыз оқтауға жабыспай жақсы ысылады. Қамырыңыз пісіп шыққан кезде бірден кесіп алыңыз, әйтпесе содан кейін жұмыс істеу ыңғайсыз болады. Артық қалған қамырды соңында ұнтақтап, біз бетіне себетін боламыз. Мен заварной крем қолдандым. Оның рецептісін видео соңында қалдыратын боламын. Бетіне ұнтақталған коржды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді тоңазытқышқа салып 2-3 сағаттан кейін дәмін көре берсеңіздер болады. Медовигіміз өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.